көрісіп, құшақтасып, шаруа қуған жастардың ойны қосап, сыбырласып, сырласып, мақұмасып, түйе ұзап, қой ұзап, қорада шу, көбелекпен құспен сайда дұлу. Гүлмен ағашын қалмайды, қыстың сызын масатыдай, құлпыран жердің жүзі, жан жануар адамзат анталаса, ата Қырау түсті су, басқан жер шықырып, кеуіп қалды. Демалысы үшкіріп, айызбен 45-ші жылы 10 тамызда Семей облысы Жидебай жерінде Шыңғыстау етегінде дүниеге келген. Негізгі хатқа түскен аты Ибрахим болса да, әзесіздері еркелетіп, Аттар арасында кең таралған жаңа заманның ретінде абай біліне ден қойып, араб, парсы, түркі тілдері кірпіш дүниеге келген тақта бар қалып. Ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдебиет тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Либералды көзқарасын исламға таяна отырып, орыс және Еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абайдың көркемдік, әлеуметтік-гуманистік және дінге көзқарастары терең білінген еңбегі қара сөздері. Абайдың қара сөздері ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Салып кеттім ізгі жолды ұрпаққа, санамызды жүгіртпестен сан саққа, жазбасам да өзің жайлы жырдастан, бейнеңізде дараланып тұр тақта. Қара жерім күн суытса сыздайды, бейнеледің мезгілдегі көз жайды, бойда арды ер намысын тек қып, ширек ғасыр жазып кеттің біз жайлы. Көрінгені даралығың данадай, сыр шерткенсін қалам ұстап баладай. Тұнып тұрған өнегелі әр сөзің ұрпағыңа ізгі жолды саладай.